Ислам қазаққа қандай жақсылықтарды алып келді? Қазақтың басын біріктірді ме? Онсыз да руға, жүзге бөлінген қазақты тағы да бір жаңа 73 тармаққа бөліп, бір-бірімен қырылыстырып қойды. Мүмкін бізге бейбітшілік алып келген шығар. 73 топқа бөлінген қазақ бір-бірімен бейбіт өмір сүреді деп айта алмаймын. Дәстүрімізді көркеткен шығар. Домбыраны харам қылды, ән айтпа, әуен тыңдама деді. Ар ұятыңызды тыйған шығар. Моральдық, адами қасиетіңіз, құндылығыңыз қайда? Мүмкін тәртіпке үйреткен шығар. Заң қайда? Мүмкін мен бір нәрсені төрт көзіммен көрмей тұрған шығармын. Сен не ойлайсың? Ислам қазаққа не әкелді? Пікіріңді қалдыр.